Ayka! Yes! Kaçtı. Ayka kaçtı gitti. Soy! Soy what? Kamera kaçsın. Hey! 60 katı sizi. Oyunu ayta bize. Uzatıp veremiz kızımızı. Uzatar mısın kızımızı? Uzatar mısın? Emin Muaşlık biliyoruz. Biz puanға жоқ saydan. Biz barayın degemiz ен дешеміз. Ayçı. Dayındап. Abi de aşılanып. Oynadım ya. Uzatıp veremiz. Uzundur ki ya bir saz ayttım. Yerinde. Ya kaçta gelmişsin. Kapsırsan evde қайда gelmişsin. Қуандым. Al қайырлы күндер жат өтсін әйтеуір. Жақсы шағым көп болсын, той көп болсын. Al dostlar bugün уже эфир. Балықтана бұйырсын. Мен саған жарысын көп болсын. Сен де бір жанға кетесің достар. Балықтана сәттілік, сенбегендер сенбесін. Ал сіздер просто қатысып, бір жан қуансын. Тоскам келді. Тыныш тұр. Білесіздер, анам жақында операцияға шықты. Сол ағаларым анама сыйлық берішейін деп отыр. Қараңыздар. Альхамдулилля, сахармен ауыратындарға, аяқ қол қақсайтындар, астмамен ауыратындар, ішек құрылысты полный тазалайды. Пайдалы шай керек болса ма? Түркістансың. Базардамыз. Мына тамақ ішіміз келіп отыр. Мына базарға бір жетіп кеттік, бірақ бәрімен амандасып отыр. Салам алейкум, салам. Рахмет қой, су беріп жатыр жетті бәрі дасыр. Тұр, Болатын сияқты. Өшке, арта жат. Төртеуін қалай тұрғызсам болады? Аданан көрдім, болмады мынау. Тұз сал, или сода сал. Тұз дұрыс болады. Тұз ба? Да. Барлығы солай айтып отыр, давай 10 та көрейікші. Бана бір. Магазинде? 10 та көреміз қазір. Еще собой баклажкаларды алып алдым. Үйінен алып кеттім. Енді қазір екеуміз жабылып жүріп, осы 4 баклажканы бірден тұрғызамыз. 4 саусаққа қысып. Хорошо? Маған сенесің ба? 4 баклажка. Короче, қазір кітапхананың алдынан өтіп бара жатырық та. Сөйтсек, оказывается, Кітап оқитындар бар екен әлі де. жерде оқып отыр міне. Кітап ташып қой ұйықтап отырса. Оқып қой, кітап оқитындар. Лажуха. Қағаз қарап отырмын қазір. Қалың малын шығарып қазір дайындал. Кеордан қалың мал шықса. Қанша болады? Сатылмай ма вообще? Сөйте ойланып қалды. Көсіне. Привет, қалайсыздар? Біздің балалар тамақ ішіп жатыр. Несеміз. Қалайсыңдар? Как вы? Кеше переживать еткен шығарсыңдар, я. Басым. Қалайсың, Шахи? Сағындық қой сендерді. Негізі стоматологқа бара жатқам. И аяқ астысы алып қош кеттім, пранк екен. Потому что білмеймін, сезілді. Мына жерге келгенде уже үлкен апаларды көргенде кішкене қорқып кеттім. Шаған пранк жасаған балалар мыналары. Қорқып тұр мен. Кімнің идеясы? Мына балаларды қайдан тауып алдыңдар? Оқырмандар ғой. Сен танисыңдар ма? Қойшы, неғып пранк істейсің ба, ана? Молодцы. Апаларды көріп жылап кеттім. Апа, кешіріңіз. Сізге айтып отырмын, жігітім бар деп. Пранк па десем, рахмет тақырат. Bir жағынан қуандым. Уф, наконец-то күйеуге шығам ба деп ойнайтын. Шынымен бақыт болды. Мені көрсең, әлі жыным кетті. Білмейді. Сен жөйек кешір. Навитмені бақытсыз болды. Орамынды. Бәрі өтік прагошық көмекші жағарды ойлады. Өтік көмәр. Бәріңе қайырлы күн. Бүгін бізде жігіт аттандыру, яғни мені үйден аттандыратын болады, біз жақтан баратын құдаларды тексереді, біздің не заттар алып баратынымызды. Мен осындай билет таратып жатырмын туыстарыма, пригласительный. Сырты осылай выглядит, қараңыздар.
айтқанда мына жерде көрсетпей ақ қояйын қай жерде болатынын сағат нешеде. Міне ішінде осындай суретіміз тұрады. И бұл билеттің ерекшелігі қараңыздар. Артында QR код бар. QR кодты аласыңдар, просто камераны тақайсыңдар, міне үстінде шығады. QR код деген приложение кіресіздер мына жерде. Не, QR кодты осылай аласыздар. Алғаннан кейін сіздердің мында автоматически галереяға сохранить етіледі и видео қосылады. Қазір видеоны салатын боламын историяға. Қарайсыздар, осындай необычный пригласительныйды маған жасап берген Қазағартқа үлкен рахмет, алғысым шексіз. Бұны не үшін мен көрсетіп жатырмын? Туыстар, сіздер біліп жүріңіздер. Мына пригласительный, обычный пригласительный емес, сіздерге келіп жүрген. Ішінен ашып видеоны қарасаңыздар болады. Видеоны қазір историядан полный қарай аласыздар. Білем, билеттегі видеоны барлықтарын көргілерің келеді. Енді салып қойдым, қараңдар. Қызық болса постқа кірген жерде билеттегі видеоны бірге тамашалаңдар. Көктемнің құлпырған шағындай, арайлап атқан нұр таңындай, жадырайды жанымда менің балғын бағымдай. Сезімге жүрегім жол ашты, бүріндей ағаштың алғашқы, оянған бұл нәзік сезімім әнмен жалғасты. Махаббат әні жүрекке үй алады, жер көкке сый алмадым, бір өзіңді аңсаумен асылым. Шомылы бойға армандай қиялдадым, өзгеге қия алмадым, жүрегімдегі бұл сезімді. Қазір мен сендерге әжемді көрсетем, өзімнің папаның мамасы. Міне менің әжем. Әжем деп жатырмын, әжем деп. Хиуаттандыруымыз басталып жатыр. Қазір столға отырамыз. Столға отырып болғаннан кейін заттарды көрсету басталып, столға кеттік. Өзің едің тілегімде, жыр боп тұндың жүрегіме. Мені сенбей түсінетін кім бар екен бұл өмірде. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайын. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайын. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын. Саған мәңгі борыштармын. Бұйра шашымен мен соңғы сторисім. Сол үшін кімге осы шашым ұнады, до этого реакция қалдырып кеттіңіздер. Көрейін кімге ұнаған, кімге ұнамаған. Прощай. Прощай. Кетейік. Тиісіз болсаңдар ше, Кентаудан құдаларымыз келіп осы біздің келінді көріп жатыр екен, дұрыс па? Келін қалай екен, мама? Күшті. Келін қалай? Ұнап жатыр ма? Олай болса да билетті құдағилар. Давай кетші. Кентауға барасың өзің да? Кентауда қандай болды? Нормально болды ма? Билет тұрмайсыңшы, билет тұрмайсыңыз. Елестеп тұрышқа тұрмен, билет құлағы орында тұрмаңыз, құдағи. Оңай, құдағи, тұрсаңызшы, құдағи. Құдағи. Мамаң жас екен деп айтады, құдағи. Неге дейін бұл? Сезіндір ма? Мама, бізде Кентауда сәлем салат тұрсы ба? Сәлемді қалай салат көрсетіңізші? Үйрендің ма? Дұрыстап сал, дұрыстап. Нежно, романтично. Ешіп салу керек. Мен айтайын ба? Мен енді мен шыққан кезде істеймін. Мен енемді көрген кезде істеймін. Сен енемді көргенде сәлем саласың? Сән бер ене.
Салам ба? Сәмет мені қайната. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді ене. Алыстамын ба? Жақсы ба? Жақсы. Сонда, давай. Күнде әйелімді стоматологқа апарам қазір. Семейная жизнь ғой. Семейная. Жоқ, күшті шынымен. Күнде стоматологқа апарам, ар жерге мына жерге машинасын ойнатып жүрген жоқпын. Серік ағаның бастауымен Құдай қаласа мынау мешіттің салына бір себепкер болады екенбіз. Серік ағаға міне рахмет айтып жатырмын. Өмірші ақылын үйтіңдер, бүйтіңдер, дұрыс жолға тартып жатыр да Серік аға. Сізде ағам болғаны шынымен қуанам. Рахмет сізге. Өке Қабдол братан бар, ой Дарикордың бетін ашқан. Дәке досым бар, Әлшер ағамыз бар. Алматының шет жағына келдік. Қазір түсіндіретін боламыз барлығын. Сіздерде, бізде бір сауап алып қалайық ағайында. Шашам! Мойында кет, мойы алып өлет болды. Туған күн құтты болсын! Ең сияқты істеп берейін сағанда. Мә жерде жүрсең, неше түрлісін көреді екенсің. Үлкені бар, кішісі бар, сәл осындайлары бар. Қарама. Майлылары бар, осындай. Бол, қарамай. Неге сразу жаман ойлайсыңдар? Мен адамдарды айтып жатырмын. Үлкені бар, кішісі бар. Ақтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Кеше ой күшті душейнан тойлаттық, барлығы күшті болды. И потом кеше кімдер келді деп сұрадым да, сол ой айтып баттым. Негізінде менің мамам келген болатын Алматыға. И мамасы келген болатын. Сонымен кеше күні бойы базарда жүрдік. Рабит мамасымен базарда болдым, мен өзім мамамен базарда болдық. Короче, тойға дайындық болдым. И сөйтіп асығып, аяқ астынан кешке девичникқа бардық. Сонымен кеше күніміз солай өтті. Енді, вот. Бүгін күндеріңізге сәттілік тілеп қояйын. Барлықтарыңызға сәтті күн тілеймін. Әрдайым күліп жүріңіздер. Басқа не жаңалық болып жатыр өздеріңізде. Және де бұйырса. Зато потом бір аптадан кейін арасында примерно үлкен той болады. Свадьба. Ондай қарсылық болған жоқ. Просто қазірше қоя тұр деген әңгіме болды. Негізі біз былтыр күзден бері не істеп жүріп қой, пландап. Күзде болмады. Одан кейін көктемге дейін деді, көктемде болмады. Сонымен өстіп жаз болды. Былай белінен жоғары қарасындар болады. Не помешала такая? Мен мына шашыма кішкене мән беріп, қарамайсыздар ма? Қалай болды жалпы былай алғанымды? Қалайсыңдар? Қайырлы күн. Күндеріңіз сәтті өтсін, әркез күліп жүріңдер. Никогда мұңаймаңдар. Всегда позитивпен. Камера ауыса мекен, ауыспас мекен. Шлей енді мұндай сухофруктылар өрмеген шығар ешкімге де. Енді тойымда бәрі по максимум болған қалайым, сол себепті қарапайым сухофрукттың өзі осындай витпен. Досымды қозы деп айтамай қалдым ғой. Сен қоз деген соң, жүрегіме намысыма тиіп. Солай ма? Қалай шаш, нарым? Ал енді жұмыстарды бітіріп әйелімді алып кеттім. Сол, мінекей семейная жизнь. Қалай айттым, дұрыс айттым ба? Так, отбасы болған өте күшті осылайдан бір гармония. Дорожка аласың, үйге осылай. Короче, сәл непривычныйлау болып тұр сторис түсіруге. Бүгін енді өз-өзіме келіп неғып алайын. Еще көзімде қызарып тұр. Общем, ертеңнен бастап ақырындап уже үйренісе беремін ғой. Шынымен, короче, поддержка беріңдерші, не болып кетті? Бречки, тепшки, бәтіңки. Оу, бречки, шауыпки.